Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар. Бүгін мен сіздерге заманауи цифрлық платформа Gamma туралы таныстырып өткім келеді. Бұл платформа әсіресе презентация, жоба және түрлі шығармашылық жұмыстар жасауға өте ыңғайлы. Gamma жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін онлайн құрал. Оның басты ерекшелігі, сіз тек мәтінді немесе тақырыпты енгізесіз, ал платформа автоматты түрде әдемі, кәсіби деңгейдегі презентация жасап береді. Яғни, слайдтардың дизайнын, құрылымын және орналасуын өздігінен реттейді. Мысалы, музыка пәнінде біз белгілі бір композитор туралы жоба дайындағымыз келсе, жай ғана тақырыпты жазамыз. Gamma бізге кіріспе негізгі бөлім, қорытындысы бар дайын құрылым ұсынады. Сонымен қатар суреттер, кестелер, тіпті заманауи стильдегі дизайнды автоматты түрде қосады. Gamma платформасының артықшылықтарына тоқталсақ. Біріншіден, уақытты үнемдейді. Әдетте презентация жасауға көп уақыт кетеді. Ал Gamma арқылы бірнеше минут ішінде дайын жұмыс алуға болады. Екіншіден, қолдануға өте оңай. Арнайы дизайнерлік немесе техникалық білімнің қажеті жоқ. Барлығы түсінікті және ыңғайлы интерфейспен жасалған. Үшіншіден, шығармашылыққа мүмкіндік береді. Музыка сабағында біз әндердің тарихын, музыкалық жанрларды, ұлттық аспаптарды немесе белгілі әншілер туралы жобаларды осы платформа арқылы заманауи түрде ұсына аламыз. Төртіншіден, дайын жұмысты сілтеме арқылы бөлісуге немесе PPT форматында жүктеп алуға болады. Бұл мұғалімге тапсыруға немесе сынып алдында қорғауға өте қолайлы. Gamma платформасы оқушыларға тек презентация жасауға ғана емес, өз ойын жүйелі жеткізуге, ақпаратты дұрыс құрылымдауға және цифрлық сауаттылығын дамытуға көмектеседі. Қазіргі заманда технология мен өнер тығыз байланысты. Сондықтан музыка пәнінде де цифрлық құралдарды пайдалану заман талабы. Gamma сияқты платформалар бізге білім алуды қызықты әрі тиімді етеді. Қорытындылай келе, Gamma бұл жылдам, ыңғайлы және шығармашылыққа бағытталған заманауи презентация құралы. Ол оқушыларға сапалы жоба жасауға, ал мұғалімдерге сабақты тартымды өткізуге үлкен көмек береді.